Таң атады, күннің көзі жарық шаша бастайды. Арман және оның достары Аяулым мен Ерболат жаңа күнге дайындалып жатыр. Бүгін біз қазына іздеуге саяхатқа шығамыз. Келіңдер достар, дайындалайық. Бізге көп ресурстар қажет болуы мүмкін. Барлығын алып шығайық. Иә, және карта мен компасымызды да ұмытпайық. Үш дос қазына іздеуге шығып, жолды бастайды. Олар карта мен компас пайдаланып, қазынаның орнын анықтайды. Картада көрсетілгендей, қазына осы жақта болуы керек. Жүріңдер, оны табайық. Жолда олар үңгірлер мен ормандарды өтеді, түрлі мобтармен кездеседі. Арман, Аяулым және Ерболат зомбилермен, скелетондармен және өрмекшілермен күреседі. Біз бірігіп жұмыс істесек, барлық қауіптерді жеңеміз. Үш дос жер астындағы үлкен үңгірді тауып ішіне кіреді. Олар мұқият қарап, үңгірдің түбінде жарқыраған қазынаны байқайды. Міне қазына, біз дұрыс жерге келдік. Арман, Аяулым және Ерболат қазынаны қазып, үлкен сандық табады. Сандықтың ішінде алтын, асыл тастар және басқа да құнды заттар бар. Біз оны таптық. Бұл бізге үлкен көмек болады. Үш дос қазынаны алып, қауіпсіздікке қайта оралады. Жолда тағы да мобтармен күреседі, бірақ бәрі сәтті аяқталады. Біз үлкен саяхат жасадық және қазынаны таптық. Бұл күн ешқашан ұмытылмайды. Арман, Аяулым және Ерболат өз үйлерінде қазынаны бөлісіп, бірге мерекелік кешкі ас ұйымдастырады. Достармен бірге қазына іздеу ең қызықты және ұмытылмас оқиғалардың бірі болды. Біз енді бірге жаңа шытырман оқиғаларға дайынбыз.